Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз 8-ші сыныпқа арналған қазақ тілі пәнінен интонацияның компоненті дауыс диапазоны атты тақырыпты өтетін боламыз. Бұл интонацияның компоненті дауыс диапазоны деген ереже негізінен үшке бөліп қарастырамыз. Ережені бірінші негізгі әуеннің жиілігімен қатар жүреді, әуеннің кеңдігі мен тар деңгейін анықтайды. Екіншіден, дауыстың кең ашылуының адамға әсері ерекше, көбінесе эмоциямен тығыз байланысты болады. Үшіншіден, ұранмен айтылған сөздердің лепті сөйлемдердің дауыс диапазоны көлемді болады. Дауыс диапазоны кең, тар, орташа деген үш түрлі деңгейде болып келеді. Ұзақтылық интонацияның уақыттық өлшемімен өлшенеді, яғни сөйлемнің айтылу ұзақтылығы қарқынымен тығыз байланысты болады. Құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері, келесі сабақтарды жіберіп алмау үшін тіл білімі YouTube арнасына жазылып қоюларыңызды сұраймыз.